Барлығыңызға қайырлы күн. Бүгін біз балықтан котлет жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Қолжетімді заттардан дайын болады. Видеоны соңына дейін қарап, жасалу жолын көріңіздер. Ең алдымен бізге котлетті жасау үшін тазаланған осындай ұсақ балықтар қажет болады. Сүйексіз болуы қажет. Оны ет тартқыштан осылай өткізіп аламыз. Енді жуамызды үкіштің көмегіменен барлығын өткізіп аламыз. Менде балық кішкене көптеу болғасын 2 дана қостым. Өткізіліп болған жуамызды балықтың үстіне саламыз. Келесі кезекте сәбізімізді де осылай үкіштің көмегіменен өткізіп аламыз. Оны да үстіне салып, енді 1 дана жұмыртқамызды үстіне жарып салып, дәміне қарай тұзымызды, бұршымызды қосамыз. Барлығын қосқаннан кейін жақсылап осылай араластырып шығамыз. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін енді біз котлетіміздің көлемін шығарамыз. Өзіңіз қалауынша сопақша етіп немесе дөңгелек қылып жасасаңыздар болады. Мен осылай жұқа қылып жасадым, дөңгелек формаға келтірдім. Енді дайын болғаннан кейін, барлығын жасап алғаннан кейін ұнға осылай малып аламыз. Бізде қуыруға кезек келді. Котлетімізді енді қуыратын боламыз. Осы кезде майымызды қыздырып қоямыз. Қызып тұрған майымызға пісіріп аламыз. Менде екінші рет салған майға салып жатырмын. Майымыз кішкене осылай қарайып кетеді. Бес минут қуырғаннан кейін келесі бетіне аударамыз. Біздің котлеттеріміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Қасына пюременен немесе күрішпен қосып берсеңіздер болады. Жасап көріңіздер.